Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен тойдың сән келтіретін, шығыны аз, жасалуы оңай бомбоньерка істейтін боламыз. Бұл бомбоньерка фетрдан жасалады, сондықтан әртүрлі түсте жасасаңыздар болады. Менде ақ фетр болғандықтан ақ юрта жасадым. Үлкен кесенің үстімен бір дөңгелек сызып алам, және кішкентай кесенің үст жағымен бір дөңгелек сызып алам. Және де маған осындай екі қиындыға жет болады. Олардың размері 32-де 6 және 34-де 6,5. Ең алдымен біз бомбоньеркамыздың астыңғы бөлігінен бастайтын боламыз. Бұл жерде видеода көріп тұрғандарыңыздай жарты сантиметр қалдырып, осылай дөңгелек сызып шығамыз. Дөңгелегіміз дайын болды. Ішкі жағындағы енді 32-де 6 деген бөлігімізді осы дөңгелек сызған жерімізге клейлеп шығамыз. Ыстық клеймен. Кішкене ұстап тұрамыз клейіміз кебу үшін. Неге тез кебетін клей бізде. Осылай барлығын айналдырып клейлеп шығамыз. Неге клейлеп болдық, енді бізде кішкене көптеу қалды, сол жағын қиып алып тастаймыз қалдығын. Енді бірінің үстіне бірін осылай клейлеп жібереміз. Неге бізде астыңғы бөлігі дайын болды, енді үстіңгі бөлігіне кірісетін боламыз. Үстіңгі жағын дәл осы үлкен кесеміздің қиындысын алып, және 34-де 6,5 деген қиындымызды алып, біріне клейлеп шығамыз ыстық клеймен. Үстіңгі бөлігін клейлеп алдық полностью. Енді астыңғы бөлігіне кигізіп қараймыз. Бұл жерде мінеке үстіңгі бөлігінің центрін табамыз. Сол центрге дейін қиып шығамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай пицца секілді қиып аламыз. Мінеке өте тамаша. Енді бірін-біріне клейлеп шығатын боламыз. Ашық түстің барлығын бірін-біріне клейлейміз. Неге біздің бомбоньеркамыз дайын болды, енді әдемілеуге кірісетін боламыз. Менде мұнда имитация страз, тастар, оюлар бар. Сізде қандай да бір әдемілеуге арналған тастар болсын, стразылар болсын, солармен жасай берсеңіздер де болады. Неге біз айналдырып ыстық клейдің көмегімен клейлеп шығатын боламыз имитация стразды асты мен үст жағына.
Енді оюды жабыстыратын боламын. Оюым үлкен болғандықтан мен ортасынан қиып алып жатырмын. Мінекей осы размердегі ою маған дәл келді. Ортасын белгілеп алдым. Оюымды жабыстырамын. Ойымызды жабыстырып болғасын біз тастармен безендіретін боламыз. Менде мында метражный тастар бар және килограммовый тастар бар. Мен 3 метражный тасты алып, 3 жағына жабыстыратын боламын. Мен бұл жерде кішкентай үкіні қойып қарап жатырмын. Кішкентай үкі маған қатты әдемілік берген жоқ, сондықтан үлкен үкіге ауыстырдым. Үкінің разный размерінде болады. Өзіңіз қай үкіні салғыңыз келеді, соны салсаңыздар болады. Видео ұнаса әрине лайк басып, комментарий қалдыруға ұмытпаңыздар. Құрметті көрермендер, біз сіздермен қоштаспаймыз. Сау сәлемет болыңыздар.